Әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Бүгін нешесі балалар? Қаңтардың 20-сы. Жаңа сабақ толағай. Толағай жайлы ертегіні кім біледі? Білеміз ба? Кім айтады? Ал Айзере. Толағай. Баяғыда бір Толағай деген бала болыпты. Оның елі құрғақшылықта қалыпты. Сосын ол бір суы мол тауды көріпті. Сосын оны еліне көтеріп алып келіпті. Сосын елі қатты қуанады. Бірде-бір тамшы тамбаған елі әдемі қызғалдақтармен гүлденіп, шырайлы әдемі өмір сүріпті. Я, өте жақсы. Сөйтіп өзінің еліне үлкен пайдасын тигізген екен. Ал бізде кітапта Толағай деген өлең берілген, шетінен мәнерлеп оқимыз. Ал Тіләбек бастаймыз. Толағай. Сонау ертіс жағасында біреу болған, біреу сержан атты. Жұбайы да өзіне сай, ата сұлу ақ маралдай. Гүлсезім. Дүниеге бір бала келді, 30 күндік мерекені, естен кетпес берекені сол ауылға ала келді. Айқын. Ақ сақалдар қол көтеріп, жас бөбекке бата беріп, Толағай деп қойыпты атын, 7 жаста садақ атты. Алын жуын. Аттан оғын тасты, уатты, жайы отынан кейін емес, темірден де өткізеді. Жылдар өткен жазқы тұрым. Басталады бір жаным ырым. Жаман ырым. Гүлназ. Жаумай жауын жалғыз тамшы, ерте солды гүл бәйшешек, еркін өспей қурады шөп, ел күйзелді ем табалмай, жалбарынды тілеп жауын көк жиектен көзін алмай, сезген мұны Толағайда сабырсыздық болды пайда. Ал келесі топқа кеттік. Назерке. Қатсем жауын жаудырамын, ел суысының қандырамын, көп өтпейді бір күндері шешесіне еркеледі. Айзере. Тағы да бір сұлуым, көп жауды қайда жауын, білсең апа айтшы деді. Айға ете үлкен деді, апа. Ал Асқатқа келді. Асқат жауап берді деген сөз бар, тауда тандыр. Қарлы шыңды тау жерінде, тарбағатай өңірінде. Ал Дана. Үзілмейді жылды жаңбыр, Толағайын тыңдап алды. Екі беті гүл жанды, кідірмеді жүріп кетті. Әлия. Асқар тауға келіп жетті, тыңдап жүріп тұр жұтасын. Талғай қарап орман тасын, көңілі сүйген бір шат қалды.